Менің өзім көзқарасым конституцияны қайталап жазу керек сияқты. Себебі 40 жама болған конституция қаншама өзгеріске түсті. 95 жылдан қабылданған уақытта 96 жылдың өзінде 18 бап өзгерді. Сондықтан менің ойымша конституция баяғыда жаңартып, жаңа конституция жасайтын уақыт келді. Бірақ билік бұл конституциядан айырылғысы келмейді. Себебі бұл конституция әміршілдік, әкімшілдік системаны, административный команда системаны сол күйінше сақтап қалған. Авторитарлық жүйені сақтап қалған конституция, сондықтан біздің билік оны қос қолымен құшақтап отырды, одан айырылғысы келмейді. Ал Тоқаев мырзаның бастаған жаңағы конституциялық реформасы, референдум арқылы өткен, оның ішінде ешқандай бір, не дейміз, үлкен өзгерістерді көріп отырған жоқ. Біз қайта кері кеткен бар. Дәлелдеп айтайын ба? 92 жылғы конституциялық сот туралы заңда конституциялық соттың 10 мүшесін мәжіліс сайлайтын. Мәжілістің құзырында тұғын ол. Ал Тоқаев мырзаның бастаған референдумы жаңа конституцияны өзгерту туралы, ол жерде конституциялық сотты енгізді, онысына рахмет. Бірақ соның 4 адамын президент тағайындайды. Бұл алға жылжу ма, кері кету ме? Бұл кері кету. Бұл авторитаризмге кету. 92 жыл қайта демократия келеді. Ол мәжіліс тұғын, бәрін істейтін. Ал бұл президент 4 адамды өзі тағайындайды. Бұл не деген сұмдық? Сондықтан референдум арқылы өткен түзетулер, өзгерістер дейміз бе, оның көбісі қайталап сол президенттік басқаруды нығайтуға бағытталды. Сондықтан көптеген нормалар енгізу керек, оның бәрін айтып жату өте не? Сондықтан менің өз басым конституцияны қайталап жазып шығу керек деп ойлаймын. Егер біз жаңа Қазақстан жасаймыз десек, ескі Қазақстан конституциясымен біз қалай жаңа Қазақстан жасаймыз? Конституция негізгі заң, сол өзгермей тұрып, қоғамда жаңадан Қазақстан жасаймыз деген ұран көтерудің, менің ойымша ешқандай қажеті жоқ.